саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледж. Мен Салбек Өнел Фарилханбековна дизайн мамандықтары бойынша сабақ беремін. Бүгінгі сіздермен өтетін пәніміз композиция, тақырыбымыз симметрия туралы түсінік. Сабақтың мақсаты оқушыларды өз бетімен зерттеу білу қабілетін қалыптастыру, симметрия туралы түсінік беру, байқағыштық, елестету, ойлау қабілеттерін дамыту, айналадағы симметрияның пайда болуын зерттеу, оқушылардың шығармашылық белсенділіктерін дамыту, оқушыларды эстетикаға, әдемілікке, мәдениеттілікке тәрбиелеу. Сабағымыздың мазмұны: симметрия деген не? Симметрияның түрлері: симметрия тұрмыста, симметрия табиғатта, симметрия техникада, симметрия архитектурада және асимметрия. Симметрия грек сөзінен алынған, ол гармония сөзі сияқты бірдей өлшемділікті, белгілі бір реттілікпен орналасқан деген ұғымды білдіреді. Симметриялды түрлері мен анықтамалары. Симметрия түрлері: центрлік симметрия, нүктеге қатысты симметрия. Нүктеге қатысты симметрия центрлік симметрия деп аталады. Осьтік симметрия, түзуге қатысты симметрия. Түзуге қатысты симметрия осьтік симметрия деп аталады. Бұрылмалы симметрия. Бұрылмалы симметрия ол объекті өз осінен белгілі бір бұрышқа айналғанда беттестіретін симметрия. Симметрия тұрмыстық заттарда да кездеседі. Симметрия ою-өрнектердің бірдей қайталануы, бірдей түсуі, киімдерге, кілемдерге, шапандарға ою-өрнектердің бірдей қайталанып келу симметрияға жатады. Мысалға, біздегі екінші картинада қыздарының сәндік киімдері, қазақ ұлтына сай ұлттық орнаменттермен тігілген костюмдерде симметрия қайталанып келген. Ондағы ою-өрнектер бір-бірінен теңестіре отырылып қайталанып келген. Симметрия болмаса, мына заттармен жұмыс істеу мүмкін болмас еді. Симметрия табиғатта. Симметрия табиғатта да нақты өзінің нүктелерін көрсетіп отырады. Мысалға, бізде бірінші картинада таулардың көлеңкелері суға түсіп тұр. Бұнда біз симметрияны көріп тұрмыз. Техникадағы симметрия. Су асты кемесінің, вертолет және самолеттардың симметриялы формалары. Олардың әдемі болуымен қатар, кедергілерге аз болуын қамтамасыз етеді. Симметриялды архитектура. Ол туған өлкем, көршімдегі симметриялды объекттер кіреді. Астанадағы симметрия. Асимметрия – симметриясы жоқ нәрселер. Табиғатта барлық нәрселер симметриялды болып келмейді.
қорытынды айтатын болсақ, бүгінгі өтілген сабағымыз сіздерге жақсы жағынан табиғатта қандай нәрселер симметриалды, асимметриялы болып келетіндігін біліп алдық. Қорыта айтқанда, симметрияны біз күнделікті өмір, табиғатта, тұрмыста, қазақтың ою-өрнектерінде, архитектурада, ғылымның барлық салаларында айқын көруге болатындығын көрдік. Білім деген биік шың, бақытқа сені жетелер. Білім деген ақылшың, қиындықтан өткізер дей отырып, өлең жолдарынан айтылғандай бүгінгі сабағымызды мәресіне жеткіземіз. Назарларыңыз үшін рахмет.